Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін біз бір қауыннан бір емес 3 ерекше рецепт жасайтын боламыз. Қауыннан мед, қауын мен алмадан сок және алмадан джем жасаймыз. Ең алдымен қауынның сыртын жақсылап жуып аламыз. Оны өз қалауыңызша тіліктеп, одан соң қабығынан ажыратып, майдалап, көбіктеп кесіп дайындаймыз. Қауынның тіліктерін майдалап, көбіктеп, турап, кесіп дайындаймыз. Одан кейін блендердан немесе мясорубкадан өткіземіз. Қауын жұмсақ болса блендердан, қаттылау болса мясорубкадан өткізген дұрыс. Қауынның суығы мен қоюын, одан кейін сүзгіден өткізіп, суығы мен қоюын ажыратып аламыз. Қауын суығын газдың отына қойып қайнатамыз. Бес минут қайнаған соң, бір стакан қант салып, тағы 1-2 минут қайнатамыз. Қайнаған соң өшіріп, суытып қоямыз. Екінші кастрюляға алманы жақсылап жуып, тіліктеп, кесіп аламыз. Үстіне су құйып, қайнауға қоямыз. Алмамыз 5-7 минут қайнатамыз. Қайнаған соң жұмсақ болады. Қайнап болған соң жарты шай қасық куркума қосып, суытамыз. Салқындатылып болған соң алманы блендерден өткіземіз. Қауынның қоюына су құйып, 1 сағат жай отта қайнатамыз. 1 сағат қайнағаннан соң 1 стакан қант қосып, тағы 1 сағат қайнатамыз. Енді алманың суығын сүзгіден өткізіп, қауынның суығына қосамыз. Алманың суығы мен қауынның суығын қосып араластырамыз. Дәміне қарай қантын, жарты шай қасық лимон қышқылын қосуға болады, жарты шай қасық куркума қосуларыңызға болады. Алманы соғынан ажыратқан кезде алманың қоюы
бөлек қалды. Сол оны тастап қоймай, оған қант қосып, газдың отына 10 минут қойып қайнатып аламын. Қайнатып, стерильденген банкеге құйып, бекітіп жауып тастаймын. Алмадан жасалған джеміміз, қою джеміміз дайын. Енді алманың соғы мен қауынның соғын араласқан сокты газдың отына қойып 5-7 минут қайнатамыз. Қайнаған соң стерильденген банкеге құйып, жақсылап мықтап бекітіп жабамыз. Алма мен қауын қосылған сок дайын. Қауынның қоюы тағы 1 сағат қайнады. Енді оған жарты шай қасық лимон қышқылын қосып 5 минут пісіреміз. 5 минуттан кейін суытамыз. Суыған соң блендермен араластырамыз. Одан кейін тағы 1 қайнатып, стерильденген банкеге құйып жабамыз. Миотымыз дайын. Жасап көріңіздер, қыстың күні таптырмас дәмі ерекше сок, джем, миот ас болсын.